Міне Nexia автокөлігінің самотарма жене аяқ деген вообще айналмай тұр еді. Қазір жасадым. Ішінде цилиндрді майладым, тазаладым. Барабанның жаңа гердіктерін болгаркамен шлиповать етіп, тегістеп, сөйтіп салдым. Енді жақсы айналып тұр аяқ. Алға да, артқа да әдейім болып тұр енді. Бұйырса осымен болған сияқты. Біраз жағаласам. Шлейф машинкамен тегістедім. Міне, мынамен өзінің арнайы тасы, мынау болгарканың тасы, темір кесетін. Мынау шлейф машинканың өзінің тасы. Осымен тегістеп шықтым, әдемілеп. Әдемі ол тип тегіс болды. Міне, нәтижесі осы болды. Өте керемет айналып тұр қазір аяқ деген. Осымен болған жерде отыр. Мына ішіндегі майы да қорғап кеткен екен подшипниктің. Подшипникті де қайттан майлап, сәледолдап, бәрін қалпына келтірдім. Осы жүріп көреміз енді. Енді самотарма жене бола қоймайтын жерде отырмын.